Жаратылыстану 5-ші сынып. Сабақтың тақырыбы экожүйе құрам бөліктері. Баканова Гүлсім Бөриевна, Қаратал орта мектебі. Бүгінгі сабақтың мақсаты экожүйенің кешендерін анықтауды үйрену, экожүйенің түрлерін жіктеу. Құрметті оқушылар, экожүйе дегеніміз не? Экожүйе дегеніміз тірі ағзалар өмір сүретін табиғаттың өлі бөліктермен қарым-қатынас жасайтын жанды және жансыз бөліктер арасындағы заттар айналымы. Бұл терминді Тенсли ұсынды 1935 жылы. Табиғаттағы зат алмасу процесіне байланысты биоценоздағы организмдерді 3 топқа бөлеміз. Бірінші – продуценттер өндірушілер, екінші – консументтер тұтынушылар, үшінші – редукценттер ыдыратушылар. Продуценттер дегеніміз не? Күн энергиясын пайдаланатын жасыл өсімдіктер, немесе органикалық заттарды биогенді элементтерден құрайтын жасыл өсімдіктер. Олар алғашқы өнімді өндірушілер организмдер, яғни біздің планетамыздағы бүкіл тірі әлемді органикалық заттар мен